Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тігінші мен ай. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің және оған сәйкес суреттер, сызбалар таңдап сипаттайсың. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолданасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Ай, тігу, күн сайын, ренжу. Жіктік жалғауына назар аударайық. Көйлек тікті, мен ренжідім, сен ренжідің, сіз ренжідіңіз, ол ренжіді. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Тыңда, қайтала, оқы. Ай кішкентай болды. Тігінші айға көйлек тікті. Ай күн сайын үлкейді. Ай көйлекті киді. Көйлек айға кішкентай болды. Ай ренжіді. Тігінші мен ай мультфильмі маған ұнады. Сөздердің дұрыс айтылуына назар аударайық. Тікті, ренжіді, күн сайын. Оқушылар, бейнежазбадан тігінші мен ай мультфильмін бірге тамашалайық. Қандай керемет, қандай сұлу. Сұлулығын айтсаңшы, тіл жетпей. Сәл өссін, бізге серік болады. Бізге серік болады. Ой, қандай қандай сендер немене естімейсіңдер ме? Жақынырақ барайық. Шапшаң етіп киім тігіп беремін. Өлчеп пішіп киім тігу өнерім. Адам көрін көркейтем, жетіп өлчеп біргесем, менің атым тігінші, тігіншімін білмесем. Ай-лай-лау қалалау, ай-лай-лау қалалау. Достым, тағы бір ән салып берші. Ән сенің қай жеріңнен шығады? Айтшы, әнді қай жерге тығып қойдың? Мұнда ма? Онда емес. Әлде мұнда ма? Сол жақта. Мұнда болар. Онда емес. Қане? Онда емес. Мұнда болар. Маған әдемі көйлек тікші. Көйлегіңді піш, әніңді ай. Маған үлкен екен.
Nemen? Ko'ylak bu? Bunday ko'ylak kiymayman. Bunday da kiymayman. Kerak emas. Kerak emas. Adamga ko'ylak kerak. Nima? Nagay? Ko'ylakni o'zim giy. Kolumdu ver. Qanday adamli ko'ylak. Kiyib ko'raychi. Buni o'tarman qo'y. Qani qo'y. Qulog'im o'qilay edi. Qanday yassi. Voy. Ko'ylaksiz qaytib yuraman. Ko'kka suv qaqab tur. O'zimga shilishib deb o'tirsin. Qaltirab to'g'ib boraman. Indamaysan-a?
Міне, көйлекте болсын айды. О, ақымағым-ау, несіне ашудасың? Өзің кінәлісің. Сөйтіп жалаңаш жүре бер. Сөйтіп жалаңаш жүре бер. Адам көркін көркейтем, шеті өлшеп бір десем, менің атым тігінші, түгіншімін білмесең, хайлайлау қалалау, хайлайлау қалалау. Адам көркін көркейтем, шеті өлшеп бір десем, менің атым тігінші, түгіншімін білмесең, хайлайлау қалалау, хайлайлау. Оқушылар, сендерге «Тігінші мен ай» мультфильмінің мазмұны түсінікті болды деген ойдамын. Енді тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Ай қандай болды? Тігінші не істеді? Ай не істеді? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Бірге тексерейік. Ай қандай болды? Ай кішкентай болды. Тігінші не істеді? Тігінші айға көйлек тікті. Ай не істеді? Ай күн сайын үлкейді. Ай ренжіді. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма: сөздерді ретімен орналастыр, сөйлемді толықтырып жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөйлемдерді қалай толықтырып жаздық? Бірге тексерейік. Ай кішкентай болды. Тігінші айға көйлек тікті. Ай күн сайын үлкен болды. Ай көйлекті киді. Көйлек айға кішкентай. Ай ренжіді. Оқушылар, сендердің де толықтырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма: сұрақтарға жауап беріңдер. Диалог құрыңдар. Сұрақтарға назар аударайық. Ай қандай болды? Тігінші не істеді? Ай күн сайын қандай болды? Ай не киді? Көйлек айға қандай болды? Ай не істеді? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Бірге тексерейік. Ай қандай болды? Ай кішкентай болды. Тігінші не істеді? Тігінші айға көйлек тікті. Ай күн сайын қандай болды? Ай күн сайын үлкен болды. Ай не киді? Ай көйлек киді. Көйлек айға қандай болды? Көйлек айға кішкентай болды. Ай не істеді? Ай ренжіді. Оқушылар, сендердің де құрастырған диалогтарың осындай болды деген ойдамын. Кел жаттығайық. Оқушылар, өлеңді бірге оқып жаттығайық. Ай сұлу мақтанды, көйлекке шаттанды, толысты сыймады, сонда да қимады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің және оған сәйкес суреттер, сызбалар таңдап сипаттадың. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтағы «Тігінші мен ай» мультфильмінің барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын.
Үйге тапсырма. Тігінші мен айдың суретін сал, әңгімелеп айтып бер. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.